ба? Я, тосын сый Ізбасар мырзадан біз күтудеміз. Ал, не жіберді, кім жіберді? Туған күніңізбен Ізбасар мырза қош келдіңіз. Туған күндеріңіз құтты болсын. Бір күнде дүниеге келген екенсіздер, бұл тағдыр. Аюыңыз өзіңізден үлкен екен. Туған күнімен бұл бірінші подарок. Және арнайы сізді туған күніңізбен құттықтау үшін жол жүріп келген жайы бар Ізбасар мырзаның. Ізбасар мырза, әуелі сізді де құттықтауға рұқсат етіңіз. Жаңа жасыңыз құтты болсын, берекелі жас болсын, дәл әселге айтқанымдай, ата-анаңыз аман болсын, бауырларыңыз бүтін болсын, денсаулығыңыз мықты болсын, және осы жылдан қалмай, осы жасыңыздан қалмай, тезірек үйленіңіз, үйге әулетке келін түсіріңіз дегім келеді. Бақытты болыңыз. Әселді құттықтайсыз ба? Осы әдемілігімді пайдаланып биыл үйленіп кетейін деген ғой, Диана ханым. Шыны керек. Бір-екі күн көрмей қалдым, сағынып қалдым, Диана ханым, шыны керек. Қызыл көйлекке қызыл раушан. Диана ханым, мен жолдан асығыс келдім, шыны керек. Бірақ жолда мың толғанып келдім. Көбісі мүмкін басқаша ойлар, көптеген ойлар. Кеше туған күнім 12-де екен, мен ұмытып та кеттім, шыны керек. Сөйтсем жолдан жаңағы Қордайдың перевалы бар ғой, сол жерде тура туған күнім 12 болады ғой. Ешқандай не жоқ. Үнтінсіз өзім жалғыз. Кейде ойлаймын, мүмкін даланың адамы шығар мен, тұздың адамы шығарым. Содан кейін кеше бір өзіме ой келді, Диана ханым, шыны керек. Мүмкін бір үйт жүре бергеннен ешқандай не жоқ шығар депші, бірақ бұның бәрі асығыстық болды, бірақ өзім шынайы ниетімен болды, Диана ханым, шыны керек. Мынаның бәрін алу, енді Қолдан келгенше? Қолдан келгенше, Диана ханым, шыны керек. Сондықтан ешқандай көп нәрсені созым келмейді, Диана ханым. Мүмкін бұл да бір тағдыр шығар, бір күнде туған күн болуы деген нәрсе. Бұл қызға мен шыны керек көзім жетті. Қандай ақылды, қандай еркелік көп, Диана ханым. Бірақ сол еркелігімен бұл тәтті қыз. Мен осындай еркелігімен баурап алған деп айта аламын. Өйткені мен сізге айтып едім, Диана ханым, маған қыздың әдемілігі емес, маған қыздың бірінші жақсы бір қасиет болмаса, бір жақсы бір қылығы ұнау керек болды. Сондайды ғана мен өзіме алсам, мен бұл қыз мендік болады деген ойда боламын. Сондықтан аз да болса да көп те көр, сен жұм боласың ба? Әсел, сіздің жауап? Сізге сұрақ қойды. Ізбасардың жұбы болуға келсесіз бе? Қосылайық жобасында жаңа жұп пайда болды. Сен келерсің бір күні, маған қымбат сыйғылып, жер бетінде күлкіні жанарыңа сыйдырып, таңдар айлап атқанда, бәлкім түсте кешқұрым, оттай жанған шақтарды, құштар бақты кеш күнім. Сағынышым сенгісіз, шала шабыт жыр түрі, қайдан қашан белгісіз, сен келерсің бір күні,
қашан белгісіз, сен келерсің бір күні, сен келерсің бір күні. Сенсіз жалғыз жабықтым, бақыт жүзін жасырып, түндер есік қағып тұр, жұлдыздар шашылып, арманға асық ғаламда үміт алдай қарады, саған ғашық санамды сәулем қалмай барады. Сағынышым сенгісіз, шала шабыт жыр түрі, қайдан қашан белгісіз, сен келерсің бір күні, қайдан қашан белгісіз, сен келерсің бір күні, сен келерсің бір күні. Сағынышым сенгісіз, шала шабыт жыр түрі, қайдан қашан белгісіз, сен келерсің бір күні, қайдан қашан белгісіз, сен келерсің бір күні, сен келерсің бір күні. Sen gelirsen bir güne. Иә, сен келерсің бір күні, жұп етерсің өзімді дейді Әсел Ізбасарға. Қосылайық жобасында жаңа жұп құтты болсын, қымбатты көрермен. Шын жүректен құттықтаймыз, бақытты болыңыздар. Туған күнде бұдан артық сыйлық керек пе? Рахмет Ізбасар мырза, Әсел ұнады ма? Иә, болды ма? Жайғасыңыздар. Мәссаған студияда тұман да болды, қар да жауды. Өшер қайсың ол? Иә, әрине. Өзі үлкен екен. Бұның да туған күні болды. Иқтап алшы. Мен көрініп тұрмын ба, қымбатты көрермендер, сізге? Диана ханым, мен мынандайда негізімен тағы бір сыйлығым болған. Енді бүгінгі неге үлгермей қалдым кішкене. Енді аяқ асты қабылданған шешім болғаннан кейін әрине. Бұл шешімді өйткені аяқ асты қабылдаған күннің өзі, бірақ өзім шын ниетімен қабылдадым. Бастысы. Сондықтан осы заттарға үлгердім келгенше. Қордайда өзі біреу айтты ма, не болды, не өзгеріп кетті әп-сәтте? Жолда келаттым Диана ханым, шыны керек, өйткені негізде жұма күні шығу керек болған, мен негізінде ондай сәттер болмай қалды, өйткені Шымкентке жол жүріп кеттім, тағы да әдеттегідей эфирде сұрандым. Содан кейін дүйсенбі күні, бірақ жолда келе жатып, шыны керек Диана ханым, мен дүйсенбі күні 28 екенін білмеппін шыны керек. Мен вообще онда ой болмаған. Содан кейін енді дұрыс қой, жас деген қиын ғой, бара-бара ұмытасыз. Ұмытшақ болып барадық. Барынша көңіл Диана ханым. Ертең Құдай қаласа, жақсы бір өзімнің атынан бір сыйлығым бар. Ол әзірге енді эфирде айтып көреміз. Әсел, қандай әсердесіз? Қандай күйдесіз? Ұнады ма? Күттіңіз бе? Күтпедіңіз бе? Негізі күткен жоқпын, потому что жосыр маған келмеймін деп айтты, болды шықтым деп сендірді мен негізі. И мен соған сеніп қалдым да, настроением сол үшін де бүгін болмай отырды. Шынымен жоқ па, бүгін екеуміз бірге тойлауымыз керек еді, бірге ортақ шығуымыз керек еді деген ой болды да. И бірақ көрген кезде қуандым. Подарок болды. Негізінде шыны керек Диана ханым, алдаумен болдым 2-3 күн. Өйткені эфирге келем деп алдасам болмай қалады. Бітті, мен редакциямен ұрысып қалдым. Мен одан өзінде сынайыншы дедім. Әйтеуір редакцияның аузы жесе де қан, жемесе де қан, иә. Болды, мен ұрысып қалдым, келмейтін болдым. Сен не істейсің, отыра бересің бе, шығасың ба? Мен бармайтын болдым. Сіз отпасаңыз, мен не аламын ол жақта отырып, мен де шығамын дейді. Сөйтіп, ішімнен мырс етіп бір күліп алдым да. Бірақ бір сынап алдым. Әсел, ал сіз Ізбасар мырзаға сыйлық дайындап үлгердіңіз бе, әлде келмейді екен деп ол жағына бас қатырмадыңыз ба? Жоқ, негізі дайындап атқам.
бірақ енді эфирге алып келген жоқпын, потому что келмейді деп ойладым. Негізі бар. Негізі бар, иә. Эфирден кейін табыстайсыз өзіне. Түсінікті. Ал қатысушылардан Асхат Ханзада, Мөлдір. Ал туған күндерің құтты болсын. Көп жасаңдар, бірге болыңдар, махаббаттарың күннен күнге аса берсін. Мен негізі семейный бір достарым бар. Асет пен Камила деген. Екеуінің туған күні 19 қаңтар бірге еді. Солардың махаббаттары сондай бір керемет та. И жаңа сендердің туған күндерің бір күнде деген кезде есіме түсті да. Екеуінің 2 баласы, 2 ұлы, 2 қызы бар. Сендерге солардың жолдарын тілеймін. Рахмет, үлкен. Данияр Ханзада. Досым, қош келдің, туған құтты болсын, аман бол, жастан жасқа жете бер. Енді мына жерде көбісі сенбеді, халық, біздің қатысушылар ертең Ізбасар кеткен екен, үміткер болып келген екен, болды Ізбасарды көрмейміз деді ғой. Міне енді дәлелдеп істеп жатсың, енді осымен ұзағынан сүйіндірсін, арты той болып кетсін. Бұйырса міндетті түрде. Диана ханым жаңада айтып жатыр ғой, көбісі сенбеді деп. Сол бұрыннан бері шығарып жібермеппіз ғой деймін да. Бұрыннан бері солай жасамапсыздар, тез жұп болатын еді мойындап. Диана ханым көбісі ойлап қалар, эфирден шығарып жібергеннен барып жұп болып жатыр депші. Бірақ ол мен өзім ішімнен қабылдаған едім. Өйткені көп негатив деген нәрселер көп жазып жатыр да, мысалы екеуі неғып отыр, болмаса екеуі енді білмеймін, Диана ханым өте көп мынандай. Ал бірақ бастысы біз бір-бірін түсінеміз. Енді мен теги бүткіл халыққа мен өзім махаббатымды дәлелдеген міндетті емес шығармын, бірақ мен бір ағадан ғой мен өзім махаббатымды дәлелдеуге міндеттімін. Не деген сөздер. Демек, үміткер болып кеткен үшін ғана жасалған ұсыныс емес. Жоқ, ондай емес, Диана ханым. Ондай ешқандай не жоқ. Шын ниетім. Онда үміткер болмай қойыңыз. Онда қатысушы бола берсін, не Әсел? Әсел, сізге өткен жол айтып едік, сіз қабылдамайсыз деп, осы жолы шешімді енді туған күн иесі қабылдап көрсін. Ақыр сезімін дәлелдеп жатыр екен, мүмкін бір жеңілдік жасаймыз. Шын ба? Онда қатысушы бола берсін. Енді негізінде біз бірден үміткер болып кеткеннен кейін сізге сөз салады дегенді күтпеген едік. Біз қайта ойладық, Ізбасар мырзаға тіпті жақсы. Енді тойлап, оңтүстікке де, батысқа да, шығысқа да, солтүстікке де кетіп қалар, мүлдем эфирге уақыты жетпей қалатын шығар деп. Бірақ есесіне бірден өзінің редакторына айтып, мен бір осындай кішігірім тосын сый ұйымдастырсам деп едім. Содан кейін еріксіз біз де сендік Ізбасар мырзаның сезіміне де, басқасына да. Сол үшін сонымен қатысушы болсын ба, үміткер болсын ба? Конечно, қатысушы. Неге мен бұл шешімді сізге тапсырып отырмын? Өйткені қатысушылардан сұрасам, бір ауыздан кетсін деп айтады. Солай ғой, сол үшін Әсел. Эдуарда? Рекламада таяйсың. Ізбасар Әсел, бүгінгі туған күндерің құтты болсын. Шынымды айтсам, сен үшін қатты қуаныштымын. Үлкен бақытқа лайықсың. Енді осы болып жатқанның барлығы ұзағынан болсын дегім келеді. Бақытты болыңдар. Рахмет. Диана ханым, мен айтып кетсем, қош келдің Ізбасар, туған күндеріңмен. Ізбасарды енді біраз қинадық қой, ұнайды деген сөзді айту үшін, енді жұп болу үшін тағы бір қинадық, үйлену үшін тағы да бірден істейміз ғой енді. Бірақ енді осылайынан жақсы болсын, барлығы қуаныштымыз. Рахмет. Жылтыр құрдас деймін ба, қалай деймін? Жылтыр құрдас ауыр екен. Екеулеріңнің тағдырдың өзі де туған күндеріңізді бірге жасап тұр ғой. Құдай қаласа, екеулеріңіз бірге болыңыздар. Әрдайымда сыйластық болсын. Жаңағын әдемі айтып жатыр ғой. Екеуміз ең басты бірімізді түсінеміз деп. Меніңше ойлаймын, махаббаттың да басқанда ең бастысы бір-бірін түсіну, бір-бірін қолдау. Әрдайым бірге болыңыздар. Туған күндеріңіз құтты болсын, ата-аналарыңыз аман болсын деймін. Эдуарда көзіне жас алып қалды. Оның себебі темада ма, әлде оң жағында отырған жігітте ме? Жарнамадан кейін көреміз. Қосылайық жобасы және тағы да бір кішігірім сыйлығымыз бар туған күн иесіне, Ізбасар мырзаға. Сізге де дайындаған сыйлық, туған күніңіз құтты болсын. Фархат мырзадан. Сізге де өзіңіздің әндеріңізді жазуға арналған күнделік Big Box дүкенінің атынан құтты болсын. Рахмет. Шабытыңыз таусылмасын. Бүгінгі қара костюміңізге. Қымбатты көрермен, бізде жаңа жұп, сонымен жұптардың саны Нучон мен Айжан, Серік пен Бұлбұл, және Тималар әлі жұп болмады, сондықтан бізде үшінші жұп. Үш де болса күш. Енді ханым айтсын бола ма? Айза құттықтаймын дейді. Рахмет. Әсел, туған күнің құтты болсын. Ізбасар, қош келдің. Жалпы мен ойлаймын да, құтты болсын туған күніңіз, кстати, ұмытып кетіппін ғой. Былай ғой, енді Диана ханым, не зря же енді Ізбасарды қу түлкі деп прозвали негізінде кезінде да. Мен қазір
көріп отырмын да, қандай картина мен көріп отырмын. Жобадан шығардыңыз, дұрыс па? Жобадан шығып кеттіңіз, шыққаннан кейін енді жобада бір қалып қалудың амалын іздедіңіз, тапқан екенсіз, мықты, мыңыз күшті істейді екен жалпы. Әселмен жұп болып, жобада қалудың амалын күшті тапқан екенсіз деймін да. Жалпы өзіңізге ұят емес па? Это уметь надо просто, знаешь. Бір сөзбен қайренсен. Сен мысалға мынандайда қара. Енді, стоп, тұра тұрыңыз. Диана мені қараңызшы, өзі мойындап отыр ғой. Это надо уметь деп мойындап отыр. Енді бұны да тұрған не бар? Мен арамдық нәрсе жасап жатқан жоқ. Мен өзім сүйіктім қасымда отырғым келеді шығар. Енді сүйіктің болса неге 2 айдан бері сен мойындамай жүрдің сүйіктің екенін, дұрыс па? Одан кейін тағы да қанша уақыт, я не договорила, подождите. Одан кейін тағы да қанша уақыт сен жүрдің, эфирден тыс сен оның қасына барасың, құшақтайсың, сүйесің, бірақ эфирде отырғанда сен жоқ, ұнамайды деп айта саласың. Енді соның барлығының нәтижесі қазір жұпқа келіп отыр ғой. Ізбасар енді мына жерде просто Айзаның айтқысы келіп отырғаны негізі мықты стратегсіңдер ғой сендер мына жерде. Біраз жасы 30-дан асқандарды айтамыз ғой біз сондайдың құрбаны болып кетпесін деп отыр. Атак негізі қуанышымен ғой. Сондай қулығыңды жаңағы іске асырмасаң болды ғой. Енді мынандай қумында мен мысалы, жарайды мен қумын, мен тек момын деп айта алмаймын, бірақ шығатын жерлерден шығып кете аламын. Бірақ мен адам баласына жаманшылық жасамаймын. Мен бірінші мысалы енді ұялмай қатысушы отырайын деп жатсың ба осы жақта қазір келіп? Отырсам не болады екен? Жоқ, енді намыс деген жоқ па, сен ер азаматсың ғой? Үміткер болып кеттің ба? Үміткер болып келіп жүр, аптасына бірнеше рет. Ең соңына дейін бар, үйленуге дейін ұсынысқа дейін бар. Мынандайда қара. Айза, сен нең кетіп отыр, отырса? Асел ол көреалмаушылық деп айтылады. Негізі Айза сенің тарапыңнан чисто көреалмаушылық болып отыр. Айналайын-ау, бүгін айтпасаң болмай ма сол пікірді? Осыған дейін айтып жүрсің ғой, қу түлкі, мынандай деп. Кішкене жақсы тілек айтып, бақыт тілесейші, саған да сол кезде жұғысты болады, айналайын жаным. Ізбасар аға, туған күніңіз құтты болсын. Асел, сен де туған күніңмен құттықтаймын. Енді бар жақсылық тілеймін, тек жақсылық болсын. Негатив қабылдамай, бақытты өмір сүріп жүре беріңіздер. Болды, амин. Ну чон? Ізбасар, Әсел, туған күндеріңмен шын жүректен құттықтаймын. Бірінші құттықтап алайық, пікір айтпай тұрып. Өйткені пікірі кішкене тәтті емес. Просто негізі ұсыныс барысында Ізбасар асығыс шешім қабылдадым деп бір 3-4 рет айтты да. Сол себепті мен ойлаймын, что асығыс шешімнің арты жақсы нәрсеге апарып соқпайды деп ше. Просто әдемі шешімдер ғана асықпай, байыппен қарап барып қабылданған шешімдер, ол шынымен де сәттілікке әкеледі да. Ал сен өзің айттың, что асығыс шешім қабылдап қалдым, болмаса қайттан баспен ойландым деген сияқты заттар. Жоқ, бұл асығыс шешімдердің бірі деп ойлаймын мен. Асығыс шешім бірі деп ойламаймын мен. Өйткені бұл жерде мен жолда келе жатқан кезде мен өзім ниетім болды. Ал ниетім болғандықтан мен мынандай нәрселерге бәрін дайындауға сол асығыс шешім болды деп отырмын. Ал адамда егер істеген келмей тұрып сен істесең, ол асығыс шешім. Может, кейін істейтін шығармын деп. Ал мен өзім ішімде желанием болды, что мен осындай нәрсені істеуге. Просто біз ол пікірді мен не үшін айтып отырмын? Өйткені осыған дейін таныстық барысы сендерде әдемі болған жоқ та. Қаншама ортаға шыққан сайын әйтеуір бір косяктар шықты, мысалы Әсел қыдырда или сен біреумен сөйлесін деген сияқты заттар. Просто бізде анау жұп болуға келетқан таныстықтардың бір әдемі келетеді да, бір тәтті жеріне келгенде жұп болатын еді ғой. Сол себепті бір андай необычный болып тұрғаннан кейін кішкене сенімсіздік бар да. Бірақ енді мынандайда көбіне біз сендер білмейсіңдер ғой, екеуміздің ортамызда біз қандай мәселеде сөйлескенімізді. Мүмкін енді бұл қыз эфирде енді өзінің сезімін білдіруге ұялады шығар. Ал өмірде ол өзінің сезімін бір ашық білдіреді. Ал сондай сезім білдірген адамға сен қалай жұп болуға сөз салмасқа да, мысалы. Бірақ енді Ізбасар мына жерде мен айтсайын, рұқсат болса. Бір жағынан енді мына жерде бір нәрсе есіме түсіп отыр да, осы жерде отырғанда менің достарым бар, таныстарым бар. Мен таныстықты тоқтатпасам, ұнайды бұл қыз, бірақ мен тоқтатуым керек. Менде намыс бар дедім да, бірақ мына қадамдарыңды сол сөздеріңнен кейін мен түсінбей отырмын. Енді оны өткен эфирде айтып кеттім. Сен ол кезде бұл эфирде болған жоқсың, бірақ одан кейін біраз күндер өтті. Мен бірақ ол жерде шында 2-3 күннің ішінде менде намыс болды. Ал одан кейін біз сөйлесіп кеттік, бірақ енді біз ол кездерде бір кәдімгі арамыз жақын ондай болған жоқ, просто тек ара қатынас жайлы сөйлестік. Сен просто ана сөзің бар да, мен постоянно түзін адам ғой, сыртта жүрем, үйімді сонда күзетіп отыруым керек па деп ауыр айттың да сол кезде. Иә, айтқаным бар, білемін. Мен осы жерде айтып кете салайыншы, ол мәселені біз шешіп қойған болатынбыз. Мен Ізбасардың өзінен кешірім сұраған болатынмын. Және осы сәтті пайдаланып тағы да кешірім сұраймыз Ізбасардан.
енді ондай нәрсе қайталанбайды менің тарапымнан. Әсел, Иә, Диана ханым, мен айтсам бола ма? Мөлдір. Жаңа ізбасарда айтып жатыр ғой, неге маған сенбейсіңдер, біз сыртта қалай сөйлесетінімді білмейсіңдер деп. Неге сол сыртта әдемі болып жатқан нәрселеріңізді іште көрсетпеске? Іште мына жерде ұрсып отырасыздар. И Әсел, мен сені түсінбеймін да, бір ізбасардың бір кешірім сұраған көрмеппін, сен өмір бақи сен кешірім сұрап жүресің ба? Мына жерде сені ойлап біз айтып жатырмыз. Осылай әдемі жұп болып, бір-екі күннен кейін жұптықтарың бітіп, мына жерде үміткер күтіп отырсаңдар да таңғалмаймыз негізінде. Просто қызға ғана сол жаман атақ қалып кетеді да, ал жігітке ол ештеңе де емес. Сол үшін мына жақта ғана жаман нәрселеріңізді көрсетпей, сыртта әдем болып отқан нәрселеріңізді іште де көрсетсеңіздер. Және арамызға Камила оралған еді. Камила, қош келдіңіз. Микрофон өзіңізде. Қош Қайырлы күн, Диана ханым. Қайырлы күн. Өте қуаныштымын сіздермен көріскеніме, 2 аптадай болмаппын ғой. Иә. Осы тақырыпқа айта кетсем деген, осындай тәтті моментте ашық пікір айтпауларыңызды сұраймын. Және айтып жатыр ғой, мына жерде сыртта іште көрсетпейсің ба деген сияқты. Бұл на самом деле іште өздерін провокацияға шақыратын да өздерің болғандықтан, адамдардың екеуінің де ниеті түзу екен. Мен өмірде де куәгермін. Ну, если честно сказать, да. Мен екеуіңді біріншіден 2 рет құттықтағым келіп тұр. Біріншіден туған күндеріңмен, екіншіден жұп атануларыңмен. Өмірде екеуіңе бар жақсылықты тілеймін, және ешкімнің сөздерін көңілдеріңе алмай, өздерінің дұрыс қадамдарында жасап жүре беріңдер. Рахмет, бұл. Ізбасар, қош келдіңіз. Енді екеуіңізде туған күндерімен құттықтаймын. Дүниедегі бар жақсы тілеймін екеуіңе де. Енді мүмкін Диана ханым қазіргі ұсынысқа байланысты, мүмкін темірді қызған кезінде басу керек шығар деп тағы да сондай бір ой келіп тұр да. Және де адамда бұрынғы ситуацияларға қарайтын болсақ, адамда ашу болады. Ашумен бәріміз бір шорт кесіп, бір шешім қабылдап тастаймыз да, болды, бітті бәрі. Одан кейін сыртқа шыққаннан кейін, ашуың басылғаннан кейін бәрін ойланып, за и против взвесить етіп ойланасың. Значит, жақсы жағына мүмкін бәрін екеуі алып қарастырған сияқты деп ойлаймын. Рахмет, бұл. Бұл өзін айтып кеткендей болды ғой, тура. Мен де сөздердің арасынан бұлбұлдың өзін көрдім. Жо, негізі ойлаймын да, например, қос қазір туған күн болып жатыр. Оның үстіне жұптық предлагать жатыр. Қос қуаныш болып жатыр. Жұптың санын арттыра алмай жүрсек, сендер барлықтарың аяқта Әселдің ойына бұрынғы өткен қателіктерін айтып, наоборот, алшақтап жатсыңдар да, оның қажеті жоқ деп ойлаймын. Бақытты болыңдар. Мен сенем осы параға, мен сенем. Сенесіз. Айтқым келеді. Жалпы бұл жақта деген сан емес, сапасы ғой ең маңыздысы. Ең маңыздысы бұл сапасы, дұрыс па? Және де мен сұрағым бар, Әселге, сен деген білесің, что Ізбасардың қыз құмарлығы бар, кішігірім. Оны бәріміз білеміз. Соған көзқарасың қандай? Және де болашақта Ізбасар басқа қыздармен сөйлескенін біліп жатсаң, соның позицияң қандай болады сенің? Айза, сен алдында айтып отқан едің, наоборот, бізге сенем, осы жұпқа екеуің күшті жұп шығады деп айтып отырмын. Қазір басқаша сөйлеп отырсың. Жоқ, сенемін, бірақ енді ол болатын дүние ғой. Иә, негізі Засардың қыз құмарлығы жалпы болды до меня. Енді қазір ол нәрсе болмайды. Мен сенемін Ізбасарға. Диана ханым. Айжан. Енді мен бүгін жаңа жұпты құттықтаймын. Туған күндеріңмен, бірінші жұп болуларыңмен, Ізбасар, Әсел. Енді Ізбасарға айтқым келеді, сенің жағдайында Әсел бір саған бинго сияқты да, тұрмыста болмаған, баласы жоқ. Енді осы таныс жаңағы жұпты қарым қатынаспен тоқтап қалмай, анаңа, ата-анаңа айтып, үйленуге ұсыныс жасаған дұрыс сияқты. Енді екеуің ақыры бір-біріңді жақсы танып алдыңдар, шынымен де сыртта да, іште де деген сияқты. Және де мына жерде барлығы айтып жатыр ғой, Айзаның айтқанын көре алмай айтып жатыр деп. Негізінде олай емес. Айзаның айтқысы келген Ізбасар, неге сен жобада отырған кезде осындай қадамдарды жасамадың Әселмен бірге таныстық үстінде да? Енді бір жобадан кеткеннен бір шынымен де жобаның қадірін біліп, жобаға қалай жақындайтыны білмей, осындай қадамдар жасаған сияқтысың. Және де бағана Диана ханым енді сенен сұрап жатыр ғой, жобада қаласың ба десе, бір жоқ, Диана ханым, мен осы соңына дейін Әселге үміткер болып келем десең, әдемі болатын еді. Негізінде сен онсыз да қатысушы қылып мүмкін алатын ба еді, бірақ та сен шынымен де бір түлкілер сияқты деп бір күліп тұрсың да, шынымен де. Мені аласыздар ма дегенде бір есік тақылдатып тұрған сияқты. Негізінде сол жерде жоқ, мен соңына дейін үміткер боламын Әселге десең, әдемі болатын еді негізінде. Бірақ құттықтаймын. Түлкінің пародиясын әдемі сала дегенсің. Айжан, қарашы, мына жерде қайсыларың кеті ауыратын кезде қайта қатысушы боласыз ба деген кезде сен де иә деп жауап бересің, по-любомше. Одан кейін кім, Айза, сен айтып отырсың ғой, жалпы қыздардың барлығы Ізбасарды көре алмай ма, барлық Ізбасарға не істеп береді, сен андайсың, қыз құмарсың. Айналайын, сен де жігіт құмарсың ғой. Әркімге бір жабысып сен де. Данияр, сен көргеніңді айт, сен не айтып тұрсың мына жерде? Стоп, Айжан, тұра тұр енді. Жауап берші сөзіңе, жігіт құмар дегенге, по факту қойып берші маған. Басқа микрофон алшы. Жауап бер сен сөзіңе. Сен бүкіл елдің алдында маған жігіт құмарсың деп не үшін айтып тұрсың? Фактпен сөйлеші. Қай кезде, қалай, кіммен? Я жду.
Обоснуй свои слова. Ойланып алайын жоқ енді бар ғой Жоқ, сонда сен қалай кешір обоснуй дедің ғой айтайық та енді жоқ негізі Айза біреуге бірдеңе айтпас бұрын бірінші өзің сөйле деген бар ғой тыңдап алайыншы өтініш сол сияқты айтып тұрған несі ғой ол жерде просто бәріміз білеміз Айза керек емес бұл жерде фактын естігендеріміз бар керек жоқ сен араласпай тұра тұршы өтініш Данияр Ханзадай осы күнге дейін мен халық көріп отыр ғой күнде қай болмасын сен көмілген кезде мен сені қолдаймын жоқ ол жақсы он достоин он заслужил деп қолдаған едім бірақ қазір істеп отырған рахметің осы ма маған алғысың осы ма мен саған не істеп қойдым сонша маған жігіт құмар деп айтатындай айтайық та енді тыңдасаңшы айт енді тезірек сен мені қолда дегенде мен сен дұрыс емес нәрсесің мен сені қолдауым керек па сонда хорошо енді мен жігіт құмар екенмін Тимурдың артынан жүгірдің ғой айналайын ау мен жүгірдім ба жүгірдің ғой енді хорошо Диана ханым әр кезде біздің СММ маманы история түсіреді ғой парақшаға рабочий парақша сол кезде видно анық көрінеді что менің тұрған жерде Тима өзі қасыма келеді артынан жүреді өзі құшақтауға тырысады неге мен кінәлі болып қалу керекпін осы жақтағы айтқым келеді неге сендер тек қана мені кінәлайсыңдар Айзаны мақтайын деп жатсам қайтып маған стрелка не істеп жатыр ше өз неңді мен ақ жақындай жүре салайыншы жарайды Айза жігіт құмар емессің не болып кетті мына жақта масқара Жанахан негізі жоқ қызық қой мен де оның пікірлеріне бүйтіп қатты особо қатты көңіл аударып жатқан жоқ бірақ осындай кезде көрдім қатты еді аға өзіңе мысалы сен айтып келесің Ізбасар ер азаматсың ғой қызбен олай салғыласпа жоқ Айза салғыласып отқан жоқпын мен сен вообще салғыласып отқан жоқпын сен өзің Ізбасарға айтқан кезде фактісіз сөйлейсің да ал сен туралы айтса факт сұрайсың неге фактсыз хорошо факт керек па мен қойып беремін қазір фактты үміткер болып келдің ғой мен Диана ханым үміткер болып келген кезде бірге кездесуге барғанда сенің қасыңа бір телефоныңа бір қыз звондады ғой дұрыс па Ізбасар қайдасың қашан босайсың дегенде а я все это слышала мен естіп тұрып үндемей қалдым мысалға элементарно сол кезде мен саған бірдеңе деп айттым ба Ізбасар белгілі болды ғой сол кезде кім екеніңді негізінде сен фактсыз сөйлейсің Айза значит сен ұнамағансың Ізбасарға значит сен ұнамағансың одан кейін барып саған сыйлас танытпай сөйлескен басқа егер де ұнамаған болсам неге маған ты моя деп айтасың онда Ізбасар қайтадан бір-екі ай артқа шегініп кеткен сияқты Айза мен Ізбасардікі ол өтіп кеткен дүние ғой енді Тима мен Айзаға келетін болсақ енді Тима отырса Айза келеді оның жанына Айза отырғанда Тима келеді да екеуі непоняткада жүреді сен жақындадың мен жақындадым бірақ қазір Эдуарда бар ғой жоқ Эдуарда кеше ғана пайда болды ғой оған дейінгіні айтып отырмыз мынандай да жарайды ол сен айтып жатқан бәрін түсініп отырмын бірақ маған звондаған бәрі қыздар соның бәрі менің қызым деп есептеудің қажеті жоқ қой ол жұмыс жайында болуы мүмкін басқа да жұмыстар жайында мүмкін мен тек сөйлескен қыздардың бәрі менің қызым бола беруі мүмкін емес қой сосын Айзаға айтып кетейінші Диана ханым мына жерде ты моя деген сөз уже 5 ай ма 6 ай ма уақыт өтіп кетті содан кейін ше ондай сөзге қалай сене саласың серьезно қабылдамай салшы каждый адам серьезно қабылдасаң мен айтқым келіп тұрғаны то что Ізбасар мырза Ізбасар сөздің құнын білмейді сөздің құны жоқ сіз айтқан сөзінің енді Ізбасар сөздің құнын білетін болады уайымдама ол жағын мен қара Айза мен саған былай айтамын мен сөздің құнын білмейтін шығармын бірақ мен махаббаттың қадірін түсінемін мен сондаймын сөздің құнын түсінбесем түсінбейтін шығармын бірақ махаббаттың қадірін жақсы білем дейді онда өткен жолғы сұрақты қайта өзіңізге қоямыз махаббат деген не Жанаған махаббат деген енді мынандай да ол кезде ер жігіт айтып кетті ғой енді жалпы махаббаттың бірден бір махаббаттың қандай екенін сезінетін мен шығармын өйткені махаббат жайында әнді көп мен шырқаймын өйткені ән шырқағаннан кейін адам кішкене өзі сезіну керек білу керек мысалы да ал тек сондай тексттарды кәдімгі айтқан кезде мен көзіме де елестейді ондай нәрсе бірақ мен өмірде андай көп қыздарға комплимент былай жақсы сөздер айту ұнайды бірақ мен қыздардың ұнай беру екіталай да мен соны айтқаным бірақ бірден бірге енді қылығымен баураған қыз енді әсел ғой әрине Диана ханым бірақ сондықтан мен махаббаттың қадірін өте қатты түсінемін махаббат қосып алу күтіп алып шығарып салу деп енді сіз әнші болғаннан кейін мен ойлаймын сізге махаббатты әнмен жеткізген оңайырақ сияқты және дәл қазір жұп болғандарыңыздың құрметіне әселдің туған күнінің құрметіне шағын бір сізден ән сұрасақ болады әсел үшін иә өйткені жарнамада әсел айтқан еді Ізбасар мен үшін ән айтсыншы деп о махаббат осы ғой жоқ бүйтіп айтсашы кішкене сәл әдемі шықсын
Арыз. Сөзін білем, я? Жанармын жағасында жанып тұрған жұлдызым, жақын болып барасың ба бәрінен де бүгін. Жәудірейді бота көзім, қарай берем ұрланып, күннен күнге жаным жүзіп барады нұрланып. О махаббат, қосу алу, шығарып сап тосып алу. О махаббат, күйіп жану, бір көргеннен сүйіп қалу. Рахмет. Керемет. Ал құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін. Сіздерге рахмет бүгінгі әдемі эмоциялар үшін. Жайғасыңыздар, Ізбасар мырза, қайтадан қатысушы. Тұра берсін, сіздерге ыңғайсыз болар? Әлде аласыздар ма? Ой, Ханзада деген мықты ғой бізде. Ал енді жарнамаға дейін сәл көз жасына ерік беріп қойған бір аруымыз бар. Тима мен өздеріңізді ортаға шақырсақ, келіңіздер. Тима, Эдуарда. Ал танысқандарыңызға, таныстықта жүргендеріңізге жалпы 3-4 күн болып қалды, және әлеуметтік желіден байқасам, демалыс күндерінде бірге болдыңыздар жұмадан бастап. Тиманың бір айтқаны, мына қыздарыңыз бәле болды, өз шаруаларымды реттей алмай анда-мында тасып жүрмін деген сияқты. Ал енді өздеріңіз айтып берсеңіздер. Қайырлы күн, Диана ханым. Не болды сізге? Ау? Не болды? Білмеймін, кішке настроением болмай отыр ма. Жоқ, негізі сол пятница күні эфирдан шыққаннан кейін бірге бір жұмыстарымызды, мен жұмыстарыммен жүріп қайттық, сосын Хадишаның туған күніне барып қайттық. Караокеге барыпсыздар. Сояқта күшті отырдық. Сол выходной 3 күн бойы бірге болдық. Көп. Сурет видео бар? Бар. Онда көріп алайық. Біздің видеоға түсуіміз үшін мына кісі сырттан бір тоңып үсіп жүрген адамды ұстап алып, бізді видеоға түсірсең деп жатыр. Саздап жүрегім неге сендей сүйгенмін, сендей күйгенмін.